Сүйікті әйел болудың құпиясы. Еркекке кеңесті қалай жұмсақ жеткізу керек? Солай сияқты, соған сенемін деген секілді сөздерді қолданған жөн. Өзіңдікін дәлелдеуге тырысып, айтқаныңнан қайтпай, қатып қалуға болмайды. Кеңес айтқанда қаласаң қолдан, қаламасаң қолданба деген ұстанымда болу керек. Бірінші, өзіңнің одан көп білетініңді білдірме, жоспар құрып, шешімін айтып, көп ұсыныстар айтып кетіп жүрме. Оларға жақпайды, бәрібір ұнамайсың. Өзіңді анасы секілді ұстама, аяушылық білдірме. Мұнда бар, қайда бардың, не істедің, көп сұрақтар қойып мазасын алма. Еркек сияқты сөйлеспе, еркектер секілді істі егжей-тегжейлі талқылап кетпе. Мүмкін ақымақ әйел кейпінде отқаның да дұрыс шығар. Өйткені көп сөйлеу ер адамдарға ұнай бермейді.